1688 сайтынан товарлар заказ беретін боламыз. Ол үшін біз поискке жасақ болады, кейін суретпен іздесек болады товарларды. Немесе өзіңізге ұнаған товарлар болса, главныйда болса, ала берсеңіз де болады. Бірінші қараймыз товарды, описаниясын бәрін көп шығамыз. Маған осы сумка ұнады. Көресіздер. Рейтингіне қарайсыздар. Рейтингі 4-5 болу керек. Мен бұл жерде 4 екен рейтингі. Алсаңыздар болады. Енді қанша товар алсақ болады? Біреуін алсақ та болады екен. 96 екен. 100-ін алсаңыз 93. 300-ден көп алсаңыз 90-дан береді екен. Енді заказ бергенде мына қызылды басасыздар. Қанша штугы, қайсысы керек екен өзіңіз таңдап аласыздар. 3 түрлі светі бар екен. Қаласаңыздар үшеуінен бір-бірден алсаңыздар болады. Кейін мына жеріне қызылды басасыздар. Сіздер бірінші карголарыңызды тіркеп қоясыздар. Мен тіркеп қойғам. Поставщик болуы керек. Тікелей 1688 сайтынан ала алмайсыздар. Қытайда поставщигіңіздер болуы керек карголарыңыз. Енді ақша төлегенде мына қызылды басамыз. Alipayмен төлейсіздер. Alipayмен төлеуге болады. Банковский карталармен төлей алмайсыздар. Кейін тағы досыңыз төлеп берсе болады. Сондай бар. Досыңыздың Alipay'ini жазасыз. Сөйтіп төлеуге болады. Сізде Alipay'де ақша болмаса. Ашса көгін бассаңыздар. Төлесеңіздер болады. Сөйтіп төлейсіздер.